целях профилактики среди несовершеннолетних сотрудниками ювенальной полиции на постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия. Цели рейдовых мероприятий – пресечение безнадзорности, беспризорности подростков, также пресечение правонарушений как со стороны несовершеннолетних, так и в отношении них. Уважаемые родители, Департамент полиции Западно-Казахстанской области предупреждает: контролируйте своих детей, так как бесконтрольность детей может быть причиной совершения преступления как со стороны них и также в отношении самих несовершеннолетних. Біз Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті ювенальды полиция қызметкерлерімен және Батыс Қазақстан облысының филиалы Жастар рухы, Жастар қанатымен түнгі рейдтік шаралар өткіземіз. Рейдтік шаралардың негізгі мақсаты жасөспірім қараусыз қалуымен күресу, кәмелетке толмағандардың арасында жасалған қылмыстарын және оларға қатысты жасалған қылмыстардың алдын алу мақсатында түнгі ойын-сауық орталықтарын тексерудеміз.